Қайырлы күн, трейдерлер. Бүгін бізде 6-шы сабақ. 6-шы сабақ бізде имбаланс немесе ФВГ туралы айтатын боламыз. Жалпы имбаланс немесе ФВГ дегеніміз не? Жалпы рыноктағы покупательдердің немесе продавецтердің күші мықты болғаннан пайда болған дисбаланс соны, иә. Имбаланс бізге не үшін керек? Имбаланс бізге магниттің жұмысын атқарады. Значит, бағаны өзіне қарай не істейді? Тартып тұрады. Бірақ ликвидностьқа қарағанда слабый. Біз алдыңғы сабақтарда ликвидностьтің түрлерін өткен болатынбыз. Сол ликвидностьтардан бөлек бұл бізде екінші магниттің түрі болып саналады. ФВГ дегеніміз не? Жалпы имбаланс дегеніміз не? Имбаланс үш свечаның ортасындағы үш свечадан құралған, екінші свечасы ұзын, бірінші свеча мен үшінші свеча арасындағы бос кеңістік бізде имбаланс деп аталады. Графикалық примерде қарайтын болсақ, жалпы қараңыздар. Мына жерде бізде ФВГ деп жазылып тұр, иә. Қараңыздар, бірінші свеча үш свечадан құралған дедік, иә. Бірінші свеча мен үшінші свечаның ортасындағы бізде ауа не болады? Имбаланс болады. Ешқандай бұяқта не болмайды. Бұл зонада бізде фитиль болмауы керек. Фитиль болса, бұл бізде салынбайтын болады. Бізде екінші пример қоятын болсақ, қараңыздар, міне. Мына жерде бізде міне бірінші свеча қара свеча, екінші жасыл, үшінші жасыл болды, иә. Значит, бір мен үшінші свеча арасында не болады? Бізде имбаланс болады. Имбаланс жалпы үлкен игроктардың тез ақша құйылған кездегі қалыптасқан үлкен свеча. Значит, сол свечаға баға, имбалансқа баға міндетті түрде келетін болады. Бізде міне мына жақта міне имбаланс көптісі, біріншісі, үшінші свеча, мына жерде сондай имбаланс. Мына жақта міне үлкен свеча имбаланс болып есептеледі. Значит, бірінші свеча мен үш арасында ешқандай не болмау керек, бізде фитиль болмау керек. Сол кезде бізде не болады? Ауа қалыптасқан жағдайда бізде имбаланс қалыптасады. Жалпы имбаланс не үшін керек? Міне қараңыздар, дисбаланс болған жері, сонда ол зона магнит рөлін атқарады, иә. Баға имбалансы толтырмайынша не істейді? Ары қарай өзінің жолын жалғастырмайды. Имбаланс магниттің жұмысын қай кезде жоғалтады? Жалпы имбаланс толықтай 100% толған жағдайда, зонасы толықтай 100% толған жағдайда бізде full fill деп аталады. Сол кезде баға имбаланс өзінің жұмысын жоғалтады. Значит, бағаны өзіне қарай тартпайтын болады. Екінші, бізде 50%. 50% бізде half fill деп аталады. Егер баға имбаланстың 50%-ына келген жағдайда, имбаланс не істейді? Өзінің рөлін жоғалтады. Енді мен сіздерге қазір рынокта көрсететін боламын. Например, бізде қараңыздар. Не істеді? Бізде мына жақта баға 15 минутта міне. Имбалансы біз 4 бұрышпен белгілейміз. Магнитті қоса алайын. Мына жақтан былай 4 бұрышпен белгілейміз. Қараймыз. Міне, біз не істедік дедік? Баға міндетті түрде имбалансқа келеді дедік, иә. Имбалансқа келген кезде не істейді баға? Имбаланстың 50%-на келмегенге дейін баға не істейді? Өз рөлін атқарады. Например, мына жерде өзі бірінші қызыл свеча келді имбалансқа, обратно қайтып көтерілді. Одан кейін қайтып келді, одан қайтып көтерілді. Бірақ по-любому не істеді? Қайтып сол имбаланстың 50%-на баға не істеді? Келді. Көрдіңіздер ма? Қараңыздар, бізде келесі сөйлем шығады. Егер баға имбаланстың 50%-на закреп берген жағдайда, бізде имбалансты толықтай зонасын не істейді? Толтырады. 100%. Потом бізде келесі сөйлем пайда болады. Егер имбалансты баға 100% толтырған жағдайда, баға бізде не болады? Разворот болады. Разворотты біз мына жақтан көрсек болады. Мына жақта мысалы бізде 15 минут имбаланс пайда болды. Бірінші свеча, міне екі ортасы, баға не істеді? Қараңыздар, бір свечамен баға полностью имбаланстың зонасын толтырды 100%, артынан не істеді? Баға разворотқа кетті. Көрдіңіздер ма? 100% толтырғаннан баға не істейді? Міндетті түрде баға разворот алады. Енді мысал келтіретін сөйлемдерді тағы қайталаймын. Қараңыздар, баға, егер имбаланстың 50%-на келмегенге дейін имбаланс өзінің рөлін атқарады.
Егер екінші сөйлем бізде баға имбаланстың 50%-на закреп бермесе, баға разворот алады. Закреп бермесе, значит бізде закреп дегенімізде денесімен жарып өтуі. Иә? Үшінші бізге егер баға имбаланстың 50%-на закреп берген жағдайда, имбаланс бізде толықтай толтырылады. Потом төртінші сөйлем бізде егер баға имбалансы 100% толтырған жағдайда, бізде имбаланс өзінің баға разворот алатын болады. Түсінікті ғой? Потом қазір мен сізге таймфреймдерді жазам, сосын таймфреймдерге арналған закрептерді жазам. Қараңыздар, бір күндік имбалансқа бізге 15 минуттық закреп керек болады. 4 сағатқа да бізде 15 минут закреп керек болады. 1 сағатқа да бізде 15 минут закреп керек болады. 30 минут имбалансқа да бізге 15 минут закреп керек болады. 15 минут имбалансқа бізде 5 минут закреп, ал 5 минуттық имбалансқа бізде 1 минуттық закреп керек болады. Закреп дегенімізде осы имбаланстың 50%-на закреп. Сол себепті осыны жаттап алсаңыздар болады. Осымен біздің 6-ші сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.